медицинасы бауырыңыз демдесе бүйрегіңіз да, басқа бір жеріңіз демдесе ашқазаныңыз құртып отыр, дұрыс па? Ал соған қарсы жұмыс жасап отырған керемет медицина. Бұл компанияны мен не үшін таңдадым? Себебі Қазақстанда қаншама компаниялар мысалы ашылады, жабылады, басы бар, аяғы жоқ. Не продукциясының біреу істесе, екеу істесе, кейбір продукциялар қатты істеп кетпейді, дұрыс па? Тек бір продукцияны ұрлаймыз да, қосымша продукциялар бар. Бұл компанияда 19 продукция бар. 19 продукциясында жұмыс жасайды, 20-ші продукциясы не? Ол бізге үлкен ақша береді. Табыс береді. Сондай 20-сы толықтанған, бүгін бізге дәл бүгін ерекше өнім тағы шығып жатыр. Қанша дүние жүзінде қанша миллиард халық бар, солардың барлығына қолдануға тиіс. Скорый помощь деп айтамыз ғой, әрбір үйде біреу болуға керекті, өте керемет өнімді бүгін шығарып отыр. Бүгін промоушн, егер мүмкін болса, оған да үлгересіздер. Сондай керемет компанияны алып келіп отырмыз. Еш уайымдамаңыздар, Құдай тағы бір компания кетті ғой деп. Жоқ, ол компания емес. Бұл Қазақстанда болмаған компания біріншіден, екіншіден Қазақстанда болмаған, не только Қазақстан, Америкада жоқ продукция. Мен сіздерге осы айтамын. Қытайдың медицинасы Америкадан да озып барады. Қаншама адамдар көзі көрмеген кісі көзі көріп жатыр. Мысалы, әзір сіздерде барлықтарыңызға мен продукцияны қолданып көрмеген деген кісілердің бәріне жағамыздар, иә? Өздеріңіз сол кезде өздеріңіз айтасыздар. Осы жерде отырып бақ. Біз көптеген компания продукциясын апарамыз да, ана жерде сатамыз, продукцияны айтамыз, подпискілер жасаймыз, сосын кете береміз да. И сосын бір айдан кейін ол хабарласады, ойбай ана продукция. Жоқ, бұл жерде момент 2 күнде 3 күнде сізге звондайтын болады. Уберін, ана күні бір кісі маған офисқа келіп отыр да, мынандай құрсағы бар кісі екен, ер адам. Мен мынандай салмақ тастауым керек еді. Әй, мына компания күшті, сізге көмектеседі дедім. Сөйтсем, қанша килограмм тастай аламын дейді. Бір аптада 5 килода 6 кило кемінде тастайсыз, егер дұрыс ішетін болсаңыз деді. Егер мен ішем дейді, егер өнім бермесем не істейсіз дейді. Мен өзім уверенно болып тұрдым, өйткені 10 адамға берсем біреу результат көрмедім деген жоқ. Ағза тазалауды. Ағза тазалау мен өзім бір аптада 4 килограмм артам. Еще сіздерді бұл продукция емдейді. Не только арықтауды деген просто беретін кісіге подаркасы. Сосын мен ана кісіге уверенно айттым, егер мына продукция көмектеспесе, ақшаңызды маған қайтарып аламын деп едім. Сол кісі бір аптада 9 килограмм тастады. Күшті. Мен өзім уверенно болып айттым. Өйткені мен продукцияға, осы компанияға, корпорацияға 13 адам апардым Қытайға. 13 лидер апардым сетевиктарда. Давай көрейік, бар, Алматыда отырғанда біз мимен қабылдадық. Қазір сіздерде де сондай, мимен қабылдап тұрсыздар. Енді қолданғаннан кейін жүрекпен қабылдайсыздар. Мына шынымен күшті екен деп. Ал біз барғаннан кейін жүрекпен қабылдадық. Компанияны көрдік, корпорацияны көрдік. Деді, мынандай Сайрагүл ханым деді, маған барған лидерлерім. Сен біздің көзімізді аштың ғой дейді. Біз не болса сол компанияны айта береді екенбіз, не болса сол продукцияны сата береді екенбіз. Сосын кейін барады екенбіз де түнде ұйықтап жатып, Құдай-ау мына компанияны жабылып қалмасын жерде уайымдап жатады екенбіз дейді. Команда жинап алып. Мына жерде олар жанды. Баспен қабылдаған олар жүрекпен қабылдады ғой. Қазір келдік те, міне бір ай болды. Бір айда 60 миллион оборот жасаттық біз. Командамнан. 60 миллионға 10 миллион ақша тауыппын мен, бір адам. Мысалы, алғашқы шек. Ешқандай компания бір айда 10 миллионға ешкім шыққан жоқ, дұрыс па? Бұл жерде көп компаниялар ашылып, 2-3 айдан кейін көтеріліп жатыр. Бұл жерде неге? Продукцияның артықшылығы. Сол продукцияны сіздерге Ардақхан таныстырады. Сосын кейін маркетингті Дархан мырза таныстырады. Қаршы? Барлығымыз тыңдаймыз. Енді қолдарыңыз көтеріңіз. Мен бұл компанияның продукцияны қолданбадым деген адам бар ма? Ешкім қолданған жоқ, бірінші рет. Қазір мен барлықтарыңызды көздеріңізге жағам и спрей шашып беремін.